Баятек кәсіпорны Қонай көшесінің басында жайғасқан, басында екібастұз ет өңдеу комбинаты ретінде екібастұздықтарға танымал болған кәсіпорында өрт болып біраз уақыт жұмыстары тұралап қалған еді. Серіктестік директоры Максим Новиковтың айтуынша, жаңа атпен ет комбинаты 2016 жылдың мамырында қайта жұмысын бастаған. Айта кетуіміз керек, бұл кәсіпорын мал егін шаруашылығымен айналысып жүрген үлкен компанияның бір бөлігі. Головное предприятие. Біздің бас кәсіпорнымыз бұрынғыда екібастұз ет өңдеу комбинаты деп аталады. Олар негізінен ірі қара мал өсірумен айналысады. Мал бордақылаумен айналысатын қосалқы шаруашылығымыз да бар. Онда қара малдың әулиекөл тұқымы, жылқы және түйе өсіреміз. Сондықтан жаз уақытында аздап шұбатта өндіреміз. Также мы именно Ал енді етті қайта өңдеп, шұжық және шұжық өнімдерін шығарумен айналысатын кәсіпорын Баятек серіктестігі. Максим Владимирович өзі басқарып отырған ет комбинатының жұмысымен бізді толық таныстырды және алдымен мал сою орнына әкелді. Бұл жерде бір ауысымда 20 басқа дейін қара мал союға бүгінде мүмкіндік бар. Егер шыңдысы 50-ге дейін жеткізуге болады, дейді директор. Келесі бөлмеде куттер машинасы тұр. Ол шұжық өндірісінде шикізаттарды біртектетіп майдалап, оны басқа қырауыштармен араластыратын құрал. Біз барғанымызда ірімшік қосылған қысқа шұжықтың негізі жасалып жатты. Ал бұл дайын өнім, кейін ол қаптаушыларға салынатын болады. Келесте қаптау орау цехы, аты айтып тұрғандай осыны шұжықтың түр-түрі оралып қапталады. Біз көріп отырған машина хендмен шприц деп аталады. Бұл шығып жатқан пісірілген қақталған шұжық, оның көлемі де автоматты түрде анықталған. Яғни алпауыт шприцке қажетті көлем енгізіледі. Кезекті машина шұжық және шұжық өнімдерін қақтауға арналған, ол да автоматтандырылған. Қақтауға қажетті шамшат жаңқалары арнайы жеткізіледі екен. Және оның түтінінің өзі ұстауға дейін 90%-ға дейін тазартылатын болып шықты. Ал тоңазытқыштарда дайын өнім. Максим Владимирович заман талабына сай шошқа еті мен майы қосылған және қосылмаған өнімдер шығаратынын мәлімдеді. Тек басқалар сияқты халал деп жазбаймыз дейді. Ал айыру үшін шошқа етінсіз, майынсыз жасалынған өнім Баятек маркасымен, шошқа етімен майы қосылған өнім МПК маркасымен шығарылатынын атап өтті. Біз қайта құрудан кейін мамыр айында ғана ашылдық, бірақ сатып алушылар бізді ұмытпапты, жақсы қабылдады. Біз негізінен өнімдерімізді 3 автодүкендерімізде сатамыз. Қазір Ақсу қаласында филиалдарымызды аштық, ақпан айында Павлодарда ашатын боламыз. Кәсіпорында әзірге 30 шақты адам еңбек етуде. Шығаратын шұжық және шұжық өнімдердің түрі 70-ке жеткен. Алдағы уақытта одан да көбейеді деген жоспар бар.